2002 жылы мәдениет қайраткері атағын алдыңыз. Иә. Енді ол тек қана осы екі әнге қатысты емес шығар, қалай ойлайсыз? Әрине, ол мысалға талай-талай жақсы композиторлардың, сазгерлердің әндерін айтып, жаңағы елге танылып көрінгеннен кейін ел өзі бағасын беріп, содан сол енді 2002 жыл алып атсам да, сол жап-жас болып алып жатырмын ғой деп сөйтесем, өзі күледі жаңағы біздің жігіттер, Астанадағы жігіттер. Қореке, бұғында дұрыс келгеніңіз, мінекей атағыңыз алдыңыз деп соғында қуанып жатырмыз бәріміз. Енді есепте бар екенбіз деп баяғы өзімізше. Есепте бар емес, есептің жоғары жағында сіз. Жарайды, рахмет. Екінші әніңіз Жас қалам. Иә. Бұл да жаңа керемет өзінде аға буынның, біздің ауызында толқынның, кейінгі толқынның әсері қазір жастардың да аранжировкаға салып, өте бір жақсы пейілім айтып жүрген әндердің бірі. Соны тыңдап көрсек енді. Айтайық. Кездессең ұрлана қараймын, асаудай тулайды жас жүрек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек. Есімде сол күнгі сауық кеш, ләззаттың тағдырдың өзің шеш. Ләйліден айырылған мәжнүндей, дәл қазір менде жоқ ақыл ес. Ләйліден айырылған мәжнүндей, дәл қазір менде жоқ ақыл ес. Сен артық көремін басқадан, сүйем деп айтуға жасқанам. Жеткізе алар ма жүректің жан сырын, жасырын жас қалам. Жеткізе алар ма жүректің жан сырын, жасырын жас қалам. Әлде бір бар шығар сүйгенің, тәккаппар менсінбей жүргенің. Оны зор мені қорсанасаң, мейірімсіз соққаны жүректің. Оны зор мені қорсанасаң, мейірімсіз соққаны жүректің.